дүниеге келмей тұрған кезде Қорқыт атамыз, міне мына суретте Қорқыт атамыз бала кезінде жасаған екен. Сол жайында шағын кішкентай әңгіме айтып берейін, жарай ма? Қорқыт дүниеге келерде жер жүзін қара түнек басып, найзағай ойнап, бүкіл халық қорқып, бұл адамға дүниеге келе жатқан жоқ, басқа нәрсе ме деп қатты қорыққан екен. Содан адам кейпіндегі бала келген екен дүниеге. Сондықтан адамдардың бәрі бізді қатты қорқытты ғой, сондықтан атын Қорқыт қояйық деп атын Қорқыт қойған екен. Сол Қорқыт бала кезінде өте сезімтал болып өседі екен. Сендерге жасқа келген кезде табиғатпен байланысып, табиғаттың әрбір дыбысын бір аспапқа салғысы келіп, құстардың дауысын салғысы келіп, бір аспап жасағысы келеді. Содан бір қарағайды алып келеді де, оның астын мынадай ойып, ары-қарай не істеу керек екенін білмей, жаңағы Қорқыт бала ұйықтап жатады. Бір күні ұйықтап жатса, ақсақалды үлкен аппақ киінген ата келіп, балам Қорқыт, мына жасап жатқаның нар түйенің жілігінде екен, енді нар атанның терісінен шамақ керек дейді. Міне мынау теріден жасалды. Ортекенің мүйізінен тиек керек дейді. Тиек. Енді бесті жылқының жалынан ішек керек дейді. Мынау қылдан жасалған. Түсінді ме олар? Жалпы қыл қобыз деп сондықтан аталады. Бұның дауысы енді мына түсті бойы шегім онша болмай тұр, дыбысын жай ғана көрсетейін. Дыбысы бір нелері кем болып тұр. Онан кейін екінші аспап мынау прима қобыз деп аталады. Прима қобыз. Оның айырмашылығы кейіннен жасалған. 4 шегі болады, 4 шегі сымнан жасалады, тиегі болады міне. 4 бұлағы болады. Прима қобыз деп аталады. Түсінікті ме? Осы прима қобыздың дыбысын естігілері келе ме балалар?